Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге артикуляциялық жаттығуларды көрсететін боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, егер де сіздер өздеріңіздің дикцияларыңызды тез арада және де ешқандай ақы төлемей жақсартамын десеңіздер, онда менің каналыма тіркеліп алуға сіздерге кеңес беремін. Менің каналымда дикцияны жақсартуға арналған көптеген жаттығулар бар. Сол жаттығуларды жасау арқылы сіздер өздеріңіздің дикцияларыңызды жақсарта аласыздар. Және де бүгін мен сіздерге дикцияны жақсартуға арналған артикуляциялық жаттығулармен бөлісемін. Бірақтан да негізі бұл жаттығулар балаларға арналған жаттығулар болып саналады, дегенмен ересектерге де жасауға болады. Өйткені сіздер өздеріңіздің дикцияларыңызды бала кезден бастап жаттықтырмағандықтан, сіздерге есейген кезде дикцияға арналған жаттығуларды жасауға тура келеді. Және де сіздер оны осындай қарапайым жаттығулардан бастасаңыздар болады. Олай болса, видеомызды бастайық. Артикуляциялық жаттығулар дегеніміз сөйлеу тілі аппаратының бұлшық еттерін жаттықтыруға арналған, арнайы таңдап алынған жаттығулар түрі болып саналады. Олар бізде сөйлеу тілі аппараттары туралы мен алдыңғы видеоларда сіздерге айтқан болатынмын. Ол әрине ерін, тіл, жақ барлығы біздің сөйлеу аппараттарымызға кіреді. Және де бүгін біз сіздермен осы сөйлеу аппараттарына арналған артикуляциялық жаттығуды жасаймыз. Ең алғашқы жаттығу бізде балық деп аталады. Бұл жаттығу бізде ерінге арналған. Бұл жаттығуда сіздер еріндеріңізді барынша қатты ашасыздар және де 10 секунд бойына сол қалыпта еріндеріңізді ұстап тұрасыздар. Кәне менімен бірге жасап көріңіздер. Ернімізді барынша қатты ашамыз. Достар, осылайша бұл жаттығуды 10 секунд көлемінде орындайсыздар. Және бізде келесі жаттығу, жай ғана осы жаттығуды біз кішкене күрделендіреміз. Ернімізді барынша қатты ашып, біз 1 секунд ұстап тұрып, қайта жабамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл өте қарапайым жаттығу түрі, дегенмен де сіздің дикцияңызды жақсартуға бұл жаттығудың да өз әсері бар. Сол себепті күнделікті бұл жаттығуды сіздерге жасап тұруға кеңес беремін. Бізде келесі жаттығу ол күлімдеу деп аталады. Сіздер балаларды білесіздер, олар күлімдеген кезде барлық 32 тісін көрсетіп күлімдейді. Ал сіздер де солай өздеріңіздің күлкілеріңізді көрсетулеріңіз қажет болады. Ең алдымен барынша ерінді ашып, күлесіздер, яғни барлық тістеріңізді көрсетіп күлімдейсіздер, және де солай 10 секунд тұрасыздар. Достар, менімен бірге сіздерде жаттығуды жасады деген ойдамын. Ал енді тағы да келесі жаттығу, бұл бізде осы күлімдеу жаттығуын кішкене күрделендіру. Сіздер күлімдейсіздер және де еріндеріңізді жауып қайта ашасыздар.
Достар, осымен бүгінгі жаттығулар аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.